Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровтың ағылшыншасы қандай, бірге бағалайық? Today I was so happy because I did everything. Audience very exciting. Негізгі ойы түсінікті. Бұны былай айтса, одан да күшті шығушы еді. The audience was very excited. Exciting деген қызықты нәрсе туралы, ал excited адамның сезімі туралы. I'm very happy to be here again because I went in Lake Placid in 2023 in University Games. Спорт контекстінде одан да нақты айтуға болады. I went орнына I competed in Lake Placid in 2023 at the University Games. Competed жарыстым деген мағынада. And I'm very happy to be here again. Кішігірім түзету. I'm very happy to be here. Happy to be ол тұрақты құрылым, to міндетті. Tomorrow I will fight in clean skate in my free skating. Fight, күресемін деген мағынада өте табиғи. Осылай айтса одан да күшті шығушы еді. I'm going to fight for a clean skate in my free program tomorrow. Қорытынды, Михаил чемпион. Сахнада ағылшынша сөйлеуден қашпады. Оның деңгейі elementary болса да өз ойын жеткізе алды. Бұның өз үлкен жетістік. Егер сіздің де деңгейіңіз elementary немесе pre-intermediate болса және ағылшынша сөйлеп үйренгіңіз келсе, менің Everyday English курсыма қосылыңыз. 7 күнде біз күнделікті жағдайда сөйлесуді үйренеміз. Курс 27 сәуірде басталады. Бағасы бүгін ғана 4990 теңге, ертең бағасы көтеріледі. Тіркелгіңіз келсе, осы видеоның астына сәуір деп жазыңыз.